الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, ардақты бауырлар, ағайын, Алла тағала осы қасиетті күнде өзінің үйіне басып келген қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Және бүгін дұғасы қабыл болатын мезетте жасайтын дұға тілектерімізді сол мезетке сай етіп, иншалла қабыл етсін. Алла тағала Құран-ы Кәрімде бізге, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әмір етіп былай дейді: Астаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Садақаллахул азим. Яғни сен біл дейді, Алланың әмірі. Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ екендігін сен біл деп тұр. Яғни сен бір Алланы ғана мойында, бір Аллаға иман келтір, сол бір жаратушыны сен бүкіл әлемдердің Раббысы деп таны деген Алла тағаланың әмірі. Міне, бұл біздің әрбір адам баласының мойнындағы парыз. Бір Алланы танып, оған иман келтіру, ол мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, бүкіл барлық адамзатқа қияметке дейін үндеу, міндеттеу. Бұдан ешкім қашып құтыла алмайды. Міне, осы әмірді орындаған Алла тағаланың елшісі Бақара сүресінің 285 аятында Алла тағала айтады: Аманар расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Алланың елшісі және момын мұсылмандар, олар Раббысының тарапынан түскенге барлығы иман келтірді, яғни растады. Иман бұл Алланың елшілерінен бастап бүкіл адамзатқа Алла тағаланың жаңа айтқанымыздай жүктеген парызы. Міне, Алланың елшісі және момын мұсылмандар иман келтірді. Күллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Енді бұл аятта Алла тағала жалпы иманның шарттары не? Алланың елшісі момын мұсылмандар неге иман келтірді? Соны баяндап тұр. Яғни олар Аллаға иман келтірді. Алланың барлығын, бірлігін, жаратушылығын, құдіретінің шексіздігін, ілім білімінің шексіздігін олар мойындады, растады. Және Алла тағаланың періштелеріне иман келтірді. Ва малаикатихи. Періштелері кімдер? Періштелері Алла тағаланың нұрдан жаратылған біз секілді жаратылысы, пенделері. Пенде болғанда, яғни жаратылысы, Алла тағаланың құлдары. Бірақ оларда нәпсі жоқ. Оларда ішіп, жеу, немесе осы нәпсі құмарлығын адам секілді қандыру деген жоқ. Алла тағаланың тек құлшылығымен, бұйрықтарын орындаумен айналысатын Алла тағаланың құлдары, періштелер. Үшінші,
ва кутубихи. Алла тағаланың оның кітаптарына иман келтірді. Алла тағала елшілерді адамзатқа жіберді. Пайғамбарларды адамзатқа жіберді. Елшілерді, пайғамбарларды адамзатқа жібергеннен кейін оны жай ғана сөзбен жіберген жоқ. Әр қайсымен біреулерімен сахифаларды, біреулерімен кітаптарды бірге жолдады, өзінің сөздерін. Момын мұсылмандарға Алла тағала біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен Құранды жіберді. Яхудилерге Тауратты, насранилерге Інжілді, Дәуд алейхиссаламмен бірге Забурды. Сол секілді әрбір елшінің өзінің кітабы болды. Міне осы кітаптарға иман келтіруді иманның шарттарының бірі етіп біздің дініміз бекіткен. Алла тағаланың тарапынан түскен кітаптарды растау, ол біздің иманымыздың шарттарының бірі. Кімде-кім осы шарттардың біреуін мойындамайтын, орындамайтын болса, онда оның иманы дұрыс болмай қалу қаупі бар. Сосын ары қарата жалғастырады. Ва русулихи. Алланың елшілеріне иман келтірді. Қазірге дейін Алла тағала Құран кәрімде айтады: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Біз әрбір елге, әрбір қауымға елші жібердік. Олар Аллаға құлшылық етсін. Сол елшілер Аллаға құлшылықты үйретсін, және шайтаннан, іблістен олар жырақ болсын. Шайтан, іблістің азғыруына олар түсіп қалмасын. Сол үшін, соны үйрету үшін елшілерді әрбір қауымға, әрбір халыққа жібердік деп Алла тағала Құранда айтып отыр. Демек, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дейін әрбір елдің, халықтың, қауымның өзінің елшісі, пайғамбары болған. Бірақ біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның негізгі ерекшелігі соңғы пайғамбар болумен бірге бүкіл адамзатқа елші болып келді. Ол Алланың қалауы. Бұған дейінгі пайғамбарлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі хадисте айтқандай, өзінің қауымына ғана келетін болса, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзатқа елші болып келді. Міне сол пайғамбарлардың, сол елшілердің барлығына Алланың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам және момын мұсылмандар иман келтірді деп тұр. Ары қарата Алла тағала айтты: «Ла нуфарриқу байна ахадин мин русули». Біз бұл елшілердің арасын ешқайсысын ажыратпаймыз. Барлығы да ол Алланың тарапынан арнайы жолдаумен келген елшілер, пайғамбарлықпен, елшілікпен келген Алланың таңдалған құлдары. Ешқайсысын біз ажыратпаймыз. Және олар айтады дейді. Кім? Момын мұсылман. Біздің мойнымыздағы міндетіміз: «Сәми'на ва атa'на ғуфранака раббана ва илейкал масир». Біз естідік және бойсындық. Біздің ерекшелігіміз сол. «Ю'минуна бил ғайби». Біз ғайыпқа иман келтіреміз. Ғайып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың таңдалған құлы, ешкім оған кінә таға алмайтын Алла тағаланың пендесі, сүйікті құлы бізге жеткізді. Ешқашан өтірік айтпайтын, өмірінде өтірік айтпаған, одан кейін де өтірік айтпаған Алланың елшісі жеткізді. Біз Алланы көрген жоқпыз, періштелерді көрген жоқпыз, жәннат, тозақты көрген жоқпыз, бірақ ғайыпқа иман келтірді. Осы жерде адамзатқа сынақ. Кім шын мәнінде ақылмен сеніп ғайыпқа иман келтіреді, ал кім осы сынақтан өте алмай, кәні маған көрсетші құдайыңды, кәні маған көрсетші жәннат пен тозағыңды деп табандап, күпірлік жасап отырып алады, осы жерде сынақ. Бірақ Аллаға шүкір, біз ол сынақтан аман есен өтіп ғайыпқа иман келтіріп отырмыз. Ал егер барлығы көрініп тұратын болса,
онда ешқандай сынақ қалмайды. Ол көріп тұрған нәрсеге кім болса да иман келтіреді. Пасық болсын, момын болсын, тақуа болсын, көрініп тұрған нәрсені кім жоққа шығарады. Сондықтан Алла тағала бізге көрінуді, ақиретке дидарын көрсетуді жәннаттағы ең жоғары дәрежеге кешіктіріп қалдырып қойған. Оған дейін біз көре алмаймыз. Бірақ біз ғайыпқа иман келтіреміз. Біздің ерекшелігіміз осы. Естідік, көрмесек те иман келтіреміз. Бойсындық. Және Раббымыз біздің күнәларымызды кешіре көр, саған қайтамыз ғой деп мойындаймыз. Алла тағала аятта мына оқып тұрған баяндағандай. Сол секілді иманның шарттарынан ақиретке иман келтіру, яғни ертең мәңгілік өмір бар деп иман келтіру. 5-ші шарты. Сосын тағдыр деген дүние бар. Яғни жақсылық та, жамандық та екеуі де Алланың қалауымен болады. Бұны тағдыр дейміз. Алланың жазғанымен болады. Онсыз, Алла тағаланың қалауынсыз ешқандай қажет болатын болса, қурайдың басы да бабаларымыз айтқандай қимылдамайды. Жапырақ талдан түсіп атқан уақытта Алланың қалауымен түседі. Яғни Алланың рұқсатымен түседі. Бірақ Алланың қалауы деген ол разылығы емес. Алла ешқашан жамандыққа разы болмайды. Сосын тағдыр мәселесі ол Алла тағала бізді бір нәрсеге мәжбүрлеген емес. Алла тағала бізге ерік пен ықтияр беріп, біздің өзіміздің еркімізбен, ақылымызбен, ықтиярымызбен өмірімізде туылғаннан өміріміздің соңына дейін нені жасаймыз, соны Алла тағала шексіз білімімен алдын ала біліп, жай ғана жазып қойған. Міне осы тағдыр. Тағдырда мәжбүрлік әңгімесі жоқ. Әркімнің өзінің еркі бар, ықтияры бар, қалауы бар. Міне соным бізге көрсетті. Яғни сен оны біз екі жолды оған көрсетіп қойдық. Екі жолға қарай бастап қойдық оны. Көрсетіп қойдық. Жақсылық жолы мен жамандық жолы. Ақ, қара, дұрыс, бұрыс, иман, күпірлік көрсетіп қойды. Адам өз таңдайды. Сол таңдауы үшін Алланың алдында жауап береді. Тағдыр осы. Енді соған біз иман келтіреміз. Алланың қалауына иман келтіреміз. Алла тағала «Ла ярда ли ибадихил куфр». Алла тағала пенделерінің күпірлік қылғанына разы болмайды. Иман келтіргеніне разы болады. Салих амалдарына, құлшылығына Алла тағала разы болады. Одан кейін «Вәл-бәғси бәғдәл-мәути». Өмірден өткеннен кейін қиямет күні барша адамзат Алланың алдына сұрақ жауапқа жиналамыз. Міне 7-ші шарты иманның осы. Осыны Алла тағала бізге жүктеген. Осыны шариғатымыз бізге парыз қылып бекіткен. Сондықтан Абай атамыз айтады, әмәнту оқымаған кісі бар ма? Ва кутубихи дегенменен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер дейді. Жарлық қылды ол сіздерге сөзді қарға дейді. Әмәнту биллахи ва кутуби ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи та'ала вал бa'си бa'дал маути. Міне осыны айтып отыр. Қазір нәтижелерін иманның айтамыз. Алланың құзырында мәңгілік рахат өмірді сүреміз деп сенеміз соған. Сенбегендер өздері қарайды. Хазіреті Алиге біреу келіп айтқан екен, бір басқа діннің өкілі келіп, немесе басқа бір құдайға сенбейтін атеист па біреуге айтқан ғой. Сендер осы ақирет бар дейсіңдер, жәннат бар дейсіңдер, тозақ бар дейсіңдер, өздеріңді қинай бересіңдер, намаз оқисыңдар, көптеген өмірдің мынау ләззатынан, нәпсінің құмарлығынан өздеріңді шектейсіңдер. Неғып сонша қиналасыңдар? Ертең өлгеннен кейін ақирет болмай қалса, босқа әурешілік қалады ғой арттарыңда. Деп Хазіреті Алиге жаңағы атеист өзінше бір жаңағы аргумент келтіреді ғой солай.
солай бір сынайды да иманын, ол кісінің амалын. Сол кезде Хазірет Али радиаллаху анху айтқан екен, жарайды, мен бұл өмірде иманмен, ізгі амалмен, тақуалықпен өмір сүріп өттім, ешкімге зиян тиген жоқ, адам секілді өмір сүрдім, харамды жасамадым, нәпсімнің құлы болмадым. Ал сен ойлап қараш, сен бұл өмірде барлығын жасадың, харам халал ажыратқан жоқсың, Құдайды мойындаған жоқсың, ақиретті мүлдем есіңе алмадың, ол жоқ дедің, сөйтіп дайындалған жоқсың ешқандай. Ал енді ақирет болып қалса ше ертең, сенің жағдайың қандай болады деп сұрақ қойған екен атеист. Сен өкінбейсің ба? Мен өкінбеймін, Құдайға шүкір, иманмен, ізгі амалмен өттім, ақирет болмай қалса, еш нәрсе жоғалтпаймын, адам секілді өмір сүрдім бұл өмірде, деп Хазіреті Али жаңағы атеистке, Құдайға сенбейтін, ақиретке сенбейтін осылай жауап берген екен. Сондықтан ақиретке біз сенетін, мәңгілік өмір сүреміз деп соны күтетін Алла тағаланың құлдарымыз. Одан кейін тағдыр, одан кейін болса да қайтадан қиямет күні тіріліп Алланың алдына сұрақ жауапқа баратын күн. Бүкіл қабырдағылардың барлығы қопарылып, тіріліп Алланың алдына барамыз. Ол ешқандай, орысшалап айтқанда, неизбежно. Ешкім қашып құтыламайды одан. Өлімнен қашып құтыла алмаған секілді, Алланың алдына барудан ешкім қашып құтыла алмайды. Якфур биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири фақад далла далалан баида. Кімде-кім Аллаға, періштелерге, кітаптарға, Алланың елшілеріне, ақирет күніне сенбесе, күпірлік етсе, жоққа шығарса, мүлдем растамаса, онда олар ұзағынан адасты. Алла адасушылықтан сақтасын. Ал Алла тағала иманның жемісі ретінде Бақара сүресінің 5-ші аятында ол Аллаға, періштелерге иман келтіргендер, Алланың елшілеріне, кітаптарына, бүкіл иманның шарттарына иман келтіргендер, олар улайка аля худан мин раббихим ва улайка хумул муфлихун дейді. Міне олар Раббыларының тарапынан тура жолды тапқандар дейді. Тура жол, дұрыс ұстаным, дұрыс пікір, дұрыс көзқарас, ол қай уақытта болса да адам баласы үшін маңызды. Кімде-кім тура жолда болғым келеді, дұрыс пікірде, дұрыс ұстанымда өмір сүргім келеді десе, демек Алла тағала көрсетіп тұр. Иманға кел. Иманның шарттарының барлығын орында. Ғайыпқа иман келтірсен. Міне Алланың, мен өзімнің елшімді жібердім. Сол елшінің сөзіне сен, тоқта. Міне кітап келді. Кітап, Құран 14 ғасырдан бері бір үтір нүктесі өзгерген жоқ. Ешкім өзгерте алған жоқ. Сендер бір ғасыр алдыңғы өздеріңнің бабаларың жазған кітаптарын қайсы шын мәнінде түп нұсқа екен таппай миларың ашыққа батыр. Бірақ Құран өзгерген жоқ. 14 ғасырдан бері ешбір әрпі Құранның өзгермеуіне қажет болатын болса, бізде жай ғана базарда отырған саудагер, маман емес діннің маман, соның өзі үлес қосады. Тарихта сондай жағдай болған. Бір жаңағы сынамақшы болып мұсылмандарды басқа бір діннің өкілдері келіп базарда аяттарды бұрмалап оқи бастаған, бір жерлерінде сөзді ауыстырып. Сол кезде жай ғана базарда тұрған сатушы, тоқта, сен аятты дұрыс оқып атқан жоқсың. Дұрысы былай болады деп, жаңағы діннің маман емес, ол шейх емес, ғалым емес, имам емес, сол мұсылманның өзі оны тоқтатып аятты түзетеді. Кабаның имамы Құранды оқып атқан уақытта кішкене қателесіп қалатын болса, артында тұрған жамағаттан мыңдағаны оның қате оққанын байқап қояды. Алла тағала солай бұл кітапты сақтап қойған. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Бұл зікірді, Құранды біз түсірдік, арғата өзіміз сақтаймыз. Міне, 14 ғасырдан бері
мыңдаған мұсылмандар жүрегінде муфлихун. Міне олар жетістікке жететіндер. Бұл өмірде жетістік білесіздер қаншалықты маңызды. Бұл өмірде бір бизнесіңізде, немесе мысал үшінге бір шаруашылығыңызда, отбасыңызда, бала шағаңызда, жұмысыңызда, тағы қандай, бұл өмірде сала көп қой өзі. Жетістікте жетіп, бір соны мысал үшінге жаңағыдай қуану қаншалықты адамға жағымды. Сіз ойлап қараңыз, ақиретте Алланың құзырында сіз жетістікке жетсеңіз, Алланың разылығына жетсеңіз, Алланың дайындап қойған жәннатына қолыңыз жететін болса, Алланың дидарын көруге сіз жететін болсаңыз, соны сізге Алла нәсіп етсе, ол ойлап қараңыз, қандай жетістік. Ол жетістіктен кейін мына өмірдегі ешбір қиындығыңыз, ешбір бейнетіңіз есіңізде қалмайды. Жәннатқа адам кішкене бір кіріп, бір мезетке қайттан шығарып сұраған уақытта сен өмірде бір қиындық көрдің бе дегенде есімде жоқ дейді екен. Мүлдем есімде жоқ. Көрген қиындығым намаз оқығанда болсын, таң намазына тұрғанда, немесе тағы басқа ораза ұстағанда, тағы басқа қиындық. Өмірде қиындық көп қой. Ұмытып қалдым дейді екен. Ал тозаққа бір сәтке біреуді кіргізіп шығаратын болса, Алла сақтасын тозақтан, сен өмірде бір рахат көрдің бе десе, ұмытып кетеді екен. Бүкіл өмірін кайфпен өткізген олигархтардың өзі ұмытып кетеді екен, бүкіл кайфының барлығын. Неге? Себебі тозақ бүкіл рахатты ұмыттырады. Сондай Алла тағаланың жазасы, Алла одан сақтасын. Сосын Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Вәзәккир фәиннә зикра тәнфәул муъминин». Сен олардың есіне сал. Ол еске салу, яғни сен оларға уағыз айт. Сен оларды ескер, сен олардың жүрегін жұмсартып, кішкене ақиқатқа, тура жолға шақыр, ізгілікке шақыр, құлшылыққа шақыр, мешітке шақыр деп Алла тағала әмір етіп тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Ол момын мұсылмандарға пайдасы бар дейді. Иманы дұрыс болса адамның, шын мәнінде ол Алланы мойындайтын болса, Алладан келген әмірлердің барлығын мойындап, оған сеніп тұрса, иманның шарттары ода түгел болатын болса, ол кезде уағыздың, насихаттың оған пайдасы болады. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Әәнзартахум әм ләм тунзирхум фахум ла юъминун». Кім туралы айтып жатыр? Инналлазина кафару. Күпірлік еткендер, иманда болмағандар, оларды сен ескерт, уағыз айт, оларға насихат айт, пайдасы жоқ дейді. Оларға насихат айтпасаң да пайдасы жоқ, олар иманға келмейді дейді. Мынау айтқан насихаттан, уағыздан әсерлену, содан бір белгілі бір деңгейде бір ғибрат алу, оған амал ету, ол да момын мұсылмандарға ғана нәсіп ететін, шын мәнінде имандағы адамдарға ғана нәсіп ететін дәреже немесе нығмет. Ал егер шын мәнінде иманымыз жүрегімізде берік болмаса, айтылған сөз бір құлақтан шығады да, екінші құлақтан кіреді да, екінші құлақтан шығып кетіп қалады. Алла сақтасын ондайдан. Алла айтылған өсиеттен, аят хадистен ғибрат алмаудан, оған амал етпеуден сақтасын. Сосын момын мұсылмандарды Алла тағала өзі сақтайды, өзі қорғайды. Инналлаха юдафиу аниллазина аману дейді Алла тағала. Шын мәнінде Алла тағала иман келтіргендерді қорғайды. Тағы бір аятта: юсаббитуллаху аллазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира. Иман келтіргендерге Алла тағала сондай сенімді сөзді нәсіп етіп, олардың жан дүниелеріне, жүректеріне сенімділікті орнатады дейді. Ол адам екіленіп жүрмейді. Бұл да үлкен нығмет. Бұл дүниеде де, ақиретте де оның қадамы нық болады. Екіленіп, не істерін білмей, адамның миының ашып жүруі,
ол үлкен қасіреттердің бірі. Ол соның кесірінен барады да депрессияға түседі. Содан кейін әртүрлі жаңағы каучу бар, семинарисі бар, тағы басқа, қазір аттары қандай, соларға жем болады. Қалтасындағы кредит алып, 500 миллионнан төлеп, аналардың мысалы үшінге пайдасы шамалы әңгімелерін, курстарын сатып алып, оны тыңдап әлек болды. Неге? Себебі жүрегі иманмен орнықпағаннан кейін Құдай сөйтіп әртүрлі мына дүниенің құлы болып жүргендерге жем қылып қойды оны. Алла Тағала Құранда не дейді? Әлләзина аману ва татмаинну қулубухум бизикриллаһ. Иман келтіргендер Алланың зікірімен мынау жүректері тыныш тапқандар, жай тапқандар. Депрессия, стресстен құтылудың жолы дым қиын емес. Иманымыз жүрегімізде болса, сосын Алланың зікірімен өмір сүрсек, яғни Құранмен, күнделік намазымызбен, жүрегімізді, жан дүниемізді Аллаға байласақ, депрессия, стресс деген момын мұсылманның жан дүниесінде, жүрегінде болмайды. Біз жаңағыдай иманымыздың шарттары дұрыс болмағаннан кейін көкейімізде, одан Алланың зікірімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге өсиет етті. Әр мұсылманның Құраннан күнделікті оқитын бір хизбі болу керек. Яғни бір мөлшері болу керек. 5 бет пе, ол мысалы 1 парама, немесе 2 бет пе. Алланың зікірі. Соны оқып жүру керек. Ол оны оқымай, оны бітірмей ұйқыға жатпау керек кешке қарай. Соны орындайтын болса, Алла Тағала айтып тұр. Әла бизикриллахи татмаиннул қулуб дейді. Алланың зікірімен, яғни Құранымен. Ал Құранды оққан кезде сіз Алламен тілдесесіз. Хасан әл-Басри айтады, кім Алламен тілдесуді қаласа, ол Құран оқысын. Кім Алламен сұхбаттасуды қаламайды? Кім Алламен тілдесуді қаламайды? Бәріміз де қалаймыз. Ал қаладың ба? Онда Құранды оқы деп тұр. Сол кезде жүрегіңіз, жан дүниеңіз, нәпсіңіз бәрі жай табады. Ешқандай каучқа сіз жем болмайсыз. Сондықтан Мәшһүр Жүсіп бабамыз айтады, ойласаң ақыреттің бәрі қиын. Тірлікте ғибадат қып, хаққа сыйын. Бұл күнде жамандықтан тыйылыңыз. Алланың көрем десең жұмақ үйін. Бәрі қиын секілді. Бірақ бұл тірлікте ғибадат қып, Аллаға иман келтіріп, хаққа сыйынып өтетін болсақ, жамандықтан адам баласы жырақ болатын болса, онда Алланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрдайым сұраған разылығына да, жәннатына да барлығымыз иншалла қол жеткіземіз. Алла Тағала иманымыздан айырмасын. Алла Тағала осы қасиетті күнде өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Дұғасы қабыл болатын мезетті нәсіп етіп, дұға тілектерімізді қабыл етсін иншалла. Жұмадан жұмаға иманмен, тақуалықпен 4 көзіміз түгел, отбасымыз аман, еліміз, жеріміз бүтін аман есен жетуді нәсіп етсін. Мынау еліміздегі бейбіт те тыныш өміріміз әрдайым дайымда тұрақты болсын. Бәледен жаладан елімізді, жерімізді, қаламызды әртүрлі апаттардан, атап айтқанда жер сілкінісінен, топан судан сақтасын. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.